Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Қожаева Маржан Төреғолқызы. Мен Жамбыл облысы Қазақстан Халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары, хатшылық меңгерушісімін. Бұл қызметті 3 жылдан астам атқарып келемін. Жамбыл облысында 1.115.000-нан астам халық тұрады. Халықтың ұлттық құрамы да ерекше. Оңтүстік өңір болғанменен бұл жерде 87 этностың өкілдері тұрады. Әрине, негізгі бөлігін ол қазақтар құрайды, ал енді одан да қазақтардан соң үлкен ірі этностар бар. Олардың құрамында орыстар, бізде 10%-дан сәл жоғары. Негізінен дүнгендердің басым бөлігі Қазақстандағы осы Жамбыл облысын мекендейді. Олардың саны қазір 57.000-нан артылады. Түрік ұлты, өзбек, Әзербайжан, корейлер, ұйғырлар, тәжіктер, татарлар, украиндар. Әрине мен бірнеше ұлтты айтқым келеді, бірақ жалпы 80-нен астам осы ұлттың өкілі мекендейтін біздің облысымызда бірлік пен келісімді жарастырып отырған бірден бір ұйым, өзіміздің елбасымыздың ұйымы Қазақстан Халқы Ассамблеясы. Ассамблеяның дәл бүгінгі қазіргі таңдағы атқарып жатқан жұмыстары ол сан салалы. Әрине, идеологиялық сала болып құрылғанменен біз бүгін бір ғана идеология саласын ғана емес, жалпы елдегі әлеуметтік экономикалық өсімді де, халықтың рухани жаңғыруға қосар үлесінде, әсіресе жастарымыздың ұрпақтар сабақтастығының жемісі ретінде еліміздегі жалпы тұрғындардың арасындағы бір-біріне деген татулық көзқарасты, сыйластықты әрі қарай жасампаздықпенен жалғастыру мәселесінде ассамблея үлкен рөл атқарып келе жатыр. Ассамблея құрылғанға дейін-ақ біздің облысымызда 80-ші жылдардың соңында алғашқы этномәдени бірлестіктер, енді ол кезде мәдени орталықтары ретінде құрыла бастаған. Сондықтан әуел бастан осы әрбір ұлттың өкілдерін, ұлтының жанашыр өкілдері өздерінің мәдени орталықтарын құру арқылы сол кезден-ақ біздің елдегі татулық пен бірлікке негіз қалады деп айтсақ болады. Олардың бірқатары қазір жанымызда жүр. Мен ол кісілерден бастағым келіп отырғаны, өйткені жалпы ассамблеяның жұмысы әуел бастан-ақ дұрыс құрылған деген пайым айтуға болады. Міне олардың басты қасында Күләш Әмединовна әпкеміз басқарған, бүгінгі этномәдени бірлестіктердің жетекшілері ретінде әлі ортамызда жүрген Клименко Федор Леонтьевич, Георгий Иванович Буйокиди, Халиков Амир Шавкатович, Дүниядар Мизамович, Абдукарим Исаевич сынды көптеген азаматтарды айтқымыз келеді. Олар өздерінің жеке үлгісіменен және осы істерін кейінгі ұрпаққа табыстыра отырып, оларды бірлестіре отырып, қазір ассамблея тек қана осы этномәдени бірлестіктер ғана емес, еліміздегі аузы дуалы, ауылдағы сыйласымы мол азаматтардың басын қосатын ақсақалдар кеңесі бар. Және келесі ұрпақтың жағдайын ойлап қоғамды жақсартуға өздерінің шырылдап үлесін қосып жүрген аналар кеңесі бар. Және біздің керемет жаңғыру жолы деп соңғы кезеңдерде жастар қозғалысына байланысты ұйымдасқан үлкен жастардың легі бар. Олар да еліміздің туын көтеруге даяр азаматтар. Сондықтан мен ассамблеяның жалпы бүгінгі Қазақстанымыздың, тіпті жаңа Қазақстандағы құрудағы өзінің үлкен үлесті орны бар екенін айтқым келеді. Ал енді облысымыздың бір ерекшелігі, бізде бірқатар этностар өзара тығыз шоғырланған. Яғни тек қана бір ғана этностың өкілі тұратын бірнеше елді мекендер бар. Әрине, бұл тенденцияның орын алуы да ол ұлттардың мүмкін ағайындығы және бір-біріменен шоғырлануы, ортақ еңбек
ортақ дін байланыстыратын факторлар болуы мүмкін. Дегенменен бүгінгі күні олардың қазір осы елді мекендеріне мүмкіндігінше ассамблея тарапынан барлық әлеуметтік экономикалық жағдайларды қарастыру тарапынан көмектер аз беріліп жатқан жоқ. Соның ішінде біздің Қазақстандағы билеушілердің нақты Ноғайбай деген би болған қазақта сол кісінің шақыруыменен 140 жыл бұрын келген дүнген этносын айтуға болады. Жамбыл облысының Қордай ауданында ірі 6 елді мекен бар, ауылдар. Сол 6 елді мекенді мекендейді. Оның 4-еуінде тек қана дүнген этносының өкілдері тұрады. Алды Сортөбе деген ауылымызда 23 мың дүнген тұратын болса, Масаншыда 18 мың дүнген халық тұрады, 18 мың, оның 17 мыңы дүнген этносының өкілдері, және Бұлар Батыр ауқатты ауылдарында да осы этностың өкілдері тұрады. Әрине өздерінің еңбегіменен, еңбекқорлығыменен бүгін бұл этностың өкілдері де ғылым болсын, білім болсын, техника болсын, ауыл шаруашылығы болсын, өз саласында, әсіресе саясатта өздерінің лайықты орындарын алып, жалпы қазақстандық дамуымызға өз үлесін қосып келе жатыр. Одан кейінгі этностардың бірі күрді этносы. Жамбыл облысының Талас ауданында Қасқабұлақ деген ауылымыз бар. 100%, яғни бүгінгі күні 1250-ге жуық күрді этносының өкілдері тұрады. 100% осы этностың өкілдерінен құралған. Ауылда әрине азаматтардың негізгі дені олар қазақ тілінде өзара сөйлеседі. Біздің дінімізде, тілімізде бір деп айтуға болады. Ол жерде көп жылдан бері шешілмей келе жатқан бірқатар әлеуметтік мәселелер бар еді. Сол ассамблеяның, мен айтар едім, біздің Қазақстан халқы ассамблеясы хатшылығының және облыстық хатшылықтың тікелей араласуыменен ол Қасқабұлақ ауылында өткен оқу жылында мектеп салынды, жаңа 300 орынға арналған өте тамаша, жаңа заманға сәйкес мектеп қолдануға берілсе, биылғы жылы ауыз су жүргізіліп және жол салынды. Осы жолдың мәселесі көптен бері шешілмей келе жатқан. Сарысу ауданында да күрді этносының өкілдері тығыз шоғырланған Арыстанды деген ауылымыз бар. Оған да биыл ауыз су берілді. Мектеп күрделі жөндеуден өткен, жол сайрап жатыр. Арыстанды ауылындағы күрділерменен қатар қазақтардың көп тұруына байланысты ауылда тіпті бастары қосылған жиындар, тойлар барлығы таза қазақ тілінде жүргізіледі. Бұл да біз ойлаймыз, біздің Қазақстандағы осы ассамблеяның тағы да бір үлкен жеңістерінің бірі деп. Әрине, облыстағы аудандардың ішінде Меркі ауданы, Шу ауданы, Қордай ауданы, Жуалы ауданы, бұлар этностар көбірек орналасқан. Өйткені шаруашылығы, табиғат жағынан әрине олар біздің өте қолайлы болып есептелінеді, сондықтан ертеден тығыз қоныстанған. Жалпы 87 этностың басын біріктіретін қазір облыста 34 этномәдени бірлестіктер биыл аккредитациядан өтті. Ол дегеніміз тек қана облыстық деңгейде емес, қалалық және аудандық деңгейлерде де этностар мәдени орталық құра отырып, өз халқының дәстүрін, мәдениетін, салтын, өзінің өнегесін, өздерінің бала тәрбиелеу ерекшеліктерін, тіпті қолөнер бұйымдары болсын, шеберлік болсын, осы атадан балаға мирас қылып қалдыратын өнер түрлерінің барлығын зерттеуге толық мүмкіндік алып отыр деген сөз. Елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасына байланысты облыста біз 2 үлкен жоба алдық. Оның бірі Жамбыл облысын мекендейтін этностардың салт дәстүрін зерттеу, олардың интерактивті картасын құру болса, екіншісі ол қолөнер, яғни қолмен жасалатын бұйымдардың немесе материалдық активтердің
кейінгі ұрпақтан ұрпаққа осы кезеңге дейін келіп жеткен өнер түрлерін алып қалу. Сондықтан біз аудандарды аралап, міне 3-ші жылға кетіп бара жатыр. Яғни келесі жылға тағы да жоспарлап отырмыз аудандарды аралап, ел ішінде сол этнос өкілдерінің арасында атадан, бабадан алып қалған, мирас қылып қалған өнер түрлерін сол мастер-класстар өткізу арқылы қазір барлығын таспаға түсіріп, жинақтап, ол кісілердің аты жөнін және жиі біз көрмеге шақырып, өнерлерін кейінгі ұрпаққа қалдыруды, мұра етіп қалдыруды бірлесіп атқарып жатырмыз. Бұл да рухани жаңғыру бағдарламасының өте ұтымды тұсы деп айтуымызға болады. Тарихты білу арқылы біз ертеңгі күнімізді жасауымыз керек. Жалпы облысымызда бір ғана ұлттық мектеп бар, ол мектеп өзбек мектебі. Қазіргі күні 160-ға жуық оқушы оқиды. Бұл өзбек мектебінде 30-ға жуық ұстаздары тек қана осы өзбек тілінде және орыс тілінде сабақ береді. Енді болашақта осы мектептен алғашқы сыныптарды қазақ тілінде де ашып, мектепті 3 тілді мектепке айналдыру жобасы бар. Бірақ өзбек тілі сол мектептің негізгі тілі болып сақталып қалғаны дұрыс қой деймін. Оның бір ерекшелігі себебі жалпы Жамбыл облысының, әсіресе Тараз қаласының ерекшелігі сол. Бұл қалаға өзбектер және тәжіктер ол сырттан күштеп әкелінген депортациялық ұлттарға жатпайды. Бұл әуелде ежелгі Таразды бірлесіп осы жерлерді мекендеген осы ұлттардың бүгінгі өкілдері. Сондықтан өзбек мектебінің Тараз жерінде болуы да заңдылық деп айтуға да болады. Өзіміз отырған осы достық үйінің ғимараты 2015 жылы пайдалануға берілді. 2016 жылы бұл достық үйінің берілуінде бір тарихи себептері бар. Яғни қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл осы Тараз топырағында тойланғаны бәріңізге мәлім. Осы Тараз жеріндегі осы үлкен дүбірлі тойдың қарсаңында достық үйін беру туралы шешім қабылданды. Сөйтіп осы біз отырған қазіргі ғимарат салынды. Сол кезден бастап 2017 жылы ғимаратты елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзі келіп, аралап көріп, этномәдени бірлестіктерменен, ассамблеяның облыстағы негізін қалаған өкілдерменен кең түрде сұхбаттасып, біздің достық үйіне өзінің батасын беріп кетті. Міне достық үйі бүгінгі күні бұл тек қана ассамблеяның іс-шараларын өткізетін орын емес, біздің облысымыздағы мәдени көпшілік ірі орынға арналды. Өзінің орналасқан жері де Тараз қаласының тарихи, мәдени көне Тараз орталығында орналасқан. Бұл жер Ұлы Жібек жолындағы Тараз қаласының сауда орны болып табылған. Дәл осы орынның айналасы көне Тараз әлі күнге дейін жер асты қазбалары, көне Тараздың қазбалары әлі күнге дейін жүріп жатыр. Күні бүгінге дейін жер астынан түрлі бағалы, құнды, қасиетті тарихи заттар әлі күнге дейін табылып жатыр. Сондықтан бұл туристер көп келетін, облысымызға келетін қонақтар жиі аралайтын және бір сүйікті орынға айналды десек те болады. Бұл жерде талай форумдар болып жатыр, әлемдік, халықаралық, республикалық деңгейдегі форумдар өтіп жатыр. Мұның өзі де осы ассамблеяның, яғни елдегі барлық жаңалықтың, барлық жақсылықтың, қай нәрсенің де болса да беташарының бір көрінісі болуға мүмкіндік септігін тигізіп жатқаны бізді әрине қуантады. Достық үйінде жалпы облыстық ассамблеяның қызметін жүзеге асыруға барлық техникалықта, кадрлықта, басқа да толық мүмкіндіктеріміз бар. Мамандары барлығы өзінің орнында. Бұл жерде көп жылдардан бері жұмыс істеп келе жатқан, мамандығының да, кәсібінің де қыр-сырын терең меңгерген мықты мамандар жұмыс істейді. Сондықтан біз қоғамдық келісімнің
қызметіне облыс әкімі аппаратына қарағаннан кейін жылдан жылға көбейіп, мүмкіндігі кеңейіп келе жатыр деп толық айта аламыз. Облысымыздағы тағы бір ерекше жағдай, жалпы Тараз қаласындағы жоғары оқу орындары, арнаулы орта оқу орындары, мектеп оқушылары өте белсенді. Оның да бір себебі бар, жалпы жастардың басын қосатын, мүмкін бұл тарихи ескерткіштердің молдығы да болар. Яғни біздің әрбір жамбылдық дүниеге келгеннен бастап, ол осы бір тарихи, елбасымыз айтып кеткен қазақ тарихының темірқазығы Тараз деп. Осы Таразда Жамбыл облысында дүниеге келген әрбір нәресте, ол бір осы тарихтың бір бөлшегі сияқты меніңше. Сондықтан ол осы өзіміздің тарихымызды зерттеуге, дәстүрімізді білуге, осы жерде мекендейтін әрбір адамның, әрбір өкілдің ерекшелігін ұғынуға туғаннан ақ бастап мен міндетті деп есептер едім. Міне сондықтан болар біздің жастарымыз өте белсенді. Биылдың өзінде жаңғыру жолы жастар қозғалысы біздің облысымыздың түкпір-түкпірінде ашылған, әлде ашылу үстінде түрлі тарихи орындарға бет бұрып, өздері экскурсия жасауға шешім қабылдады. Жастардың сондай тарихи экскурсиядан келгеннен кейінгі бара жатқан азаматпенен тарихи экскурсиядан қайтып келген азаматтың екеуінің екі түрлі екендігін ұқтық. Неге? Өйткені күнделікті өмірде мән бермейтін, күнделікті қай жерде өмір сүріп жатқанын әлі терең бағалай қоймаған жасөспірімнің өзінің елінің тарихының соншалықты тереңге кеткенін, тіпті тарихының, Таразымыздың өзі 2000 жылдық деп жатса, облысымыздағы тарихи ескерткіштердің молдығы қазірдің өзінде ЮНЕСКО-ның тізіміне біздің облысымыздан 5 бірдей тарихи ескерткіштің енуі, және олардың тарихи орындарға барған кезде әлі күнге дейін қанша рет барсаң да ол орындардың бір ерекше сені бір тербеліске салуы міне сол жастарымыздың жігерлендіре түсті. Яғни өз елінің тарихына, өзінің еліне деген сүйіспеншілікті арттыратын тағы да бір үлкен іс қой деймін. Осы үшін әрине ассамблеямызға жаңғыру жолы жастар қозғалысын құрып, оған бір ерекше үлкен мән беріп, жастарымыздың тарихын ұғынуға, өзінің елінің ең бір керемет, елді сүйсіндірер, еш жерде қайталанбас ерекшелігін ұғындыруға мән беріп жатқан үшін алғысымыз шексіз. Өйткені жастар біздің болашағымыз, биылғы жыл жастар жылы, келесі жыл еріктілер жылы деп отырмыз. Яғни жол жастардікі. Алдыңғы ұрпақтың жасаған дүниесін кейде біздің кейбір кезеңдерге байланысты, кейбір саяси мәселелерге байланысты көп жылдар бойы қағыс қала берген тарихи сәттеріміздің бүгін қайтадан өзінің лайықты орнын табуға толық мүмкіншілік алуы да ол бүгінгі жастарымыздың терең сана сезімінде бірге өріліп жатыр. Бүгінгі таңда Жамбыл облысы Қазақстан халқы ассамблеясы ол облысымыздың сан салалы, қилы шаруашылықтарының басы қасында жүр десек болады. Биыл Жамбыл облысына құрылғанына 80 жыл толайын деп отыр. Осы үлкен мерейлі кезеңнің ішінде әрине ассамблея өкілдерінің де біздің жасампаз ғылым болсын, білім болсын, ауыл шаруашылығы болсын, халық шаруашылығы болсын, барлық салаларда өздерінің үлесін қосып жатқан ассамблея өкілдері үшін де үлкен мерейлі той. Сондықтан облыстық ассамблеяның әрі қарай дамуына, оларға қажетті даму үшін қажетті жағдайдың барлығын жасауға бізде бүгінгі күні мүмкіндігіміз мол, ауыз толтырып айтатын қуанышымыз өте көп. Әсіресе қазір ассамблеяның екі үлкен бағыты, бірі қайырымдылық, екіншісі медиация. Осы бағытта алғашқы кезеңдерде қайырымдылық бойынша 500 миллионға жуық азаматтардан көмек түсетін болса, біз бүгінгі күні міне облысымыздың өзі
миллиардтап қайырымдылық көрсетіп жатқан азаматтарды тауып өзіміздің қатарымызға алып жүрміз. Оған ассамблеяның жомарт жан деген ерекше белгісін, төс белгісін тапсыруда себепші болып отыр. Ал енді еліміздің ішінде, ел ішінде ертеңімізді ойлайтын және халқымыздың жалпы тұрмыс тіршілігін, тыныс тіршілігін жоғарылатуға күш салып жатқан азаматтар көп, баршылық. Мен мысалы Қордай ауданынан шыққан Қайрат Молдасейітов, өзіміздің түрік этномәдени бірлестігінің жетекшісі Махмуджон Даврышев, өзбек этномәдени бірлестігінің жетекшісі Бахром Муминов, біздің қазір қоғамдық орынбасарымыз Минаков Юрий Васильевич сынды азаматтарды, тағы да әрине толып жатқан азаматтардың еңбегін ерекше атағым келеді. Яғни кез келген қиыншылыққа түскен тұрғындардың қасынан бейжай өтіп кетпейтін жағдайымыз бар. Осы жазда орын алған арыс оқиғасына байланысты біздің азаматтарымыз тонналап азық-түлік апарып, өздерінің көңілдерін білдіріп, қол ұшын созып, бірінен соң бірі Жамбыл облысынан ағылып жатқан мынау автолектерді көргенде, әрине ассамблеяның атқарып жатқан жұмысының бүгінгі күні нақты іске асып жатқанына көзіміз жетіп отыр. Сондықтан мен жалпы ассамблеяның басында, құрылуында елбасымен бірге бүгінгі күнге дейін келе жатқан азаматтар үшін және бүгінгі осы ассамблеяның туын көтеріп ел ішіндегі барлық салада еңбек етіп жүрген азаматтар үшін келесі жылғы біздің Қазақстан халқы ассамблеясының 25 жылдық торқалы тойы мен үлкен лайықты мереке ғой деп ойлаймын. Бәрімізді біріктіретін, қоғамымызды жақсартатын жаңа Қазақстан құрып, әлемде өзінің лайықты тарихи орын алатын Қазақстанның дамуы үшін ассамблеямыздың еңбегі жана берсін дегім келеді.